Сәлем достар, жазықсыз жүрек түрік сериалында басты рөлді сомдаған бала күннен ақ Түркияның жұлдызына айналған актер әрі әнші композитор Эмрах Эрдоған туралы видео дайындадым. Ол сонау 2000 жылдардың басында бүкіл қазақ елі қызға көретін әйгілі Қыналқар түрік сериалында Али мұғалім бейнесі арқылы жақсы танылды. Назар деп назардың қыр соңынан қалмайтын сол сериалдағы Жаппар төреде көптің есінде болар. Сонымен кеттік ендеше. Эмрах есіммен әйгілі актер Эмрах Эрдоган отбасындағы жалғыз бала. Бұл 1971 жылы 1 қаңтарда Диярбакырдағы Эргани елді мекенінде дүниеге келген. Әкесінен тым ерте айырылды. Эмрах 1 жас 6 айлық кезінде әкесі қайтыс болды. Кейін анасының жұмысына байланысты Элази Құламан ауылына қоныс аударады. Кішкентай Эмрах бастауыш білімін осында алғанмен, орта білімін Диярбакырда жалғастырды. Оның ең алғашқы альбомы 1984 жылы Агам атауымен шықты. Ол 20 ғасырдың 80 жылдарының аяғы мен 90 жылдардың басында Түркиядағы ең танымал әншілердің біріне айналды. Түрік жұлдыздарымен Ebru Çolak, Seren Serengil, Asra Dob, Ebru Yasar, Selin Borankay, Ebru Destan, Demet Akalın, Nursevda, Dilek Saycı, Arzu Yanardak, Didem Demir, Reyhan Karaça, Asumen Krause, Zeynep Мансур және тағы басқа актрисалармен жақын қарым-қатынаста болғанмен, олардың ешбіріне үйленбеген. Алайда Эмрахтың Ebru Çolak'тан Тайфун атты ұлы бар дейді кейбір дереккөздер. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, ол 2014 жылы үйленген. Бір ұл, бір қызы бар. Және перзенттерін Instagram желісінде өте көп жариялайды және қаншалықты жақсы көретінін жасырмай жазады. Түркиялық СМИдің жазуы бойынша жасы 50-ден асқан актер қалған ғұмырын қарапайым адамдарша өмір сүруге бел буған. Ол осы уақытқа дейін 30-ға тарта музыкалық альбом жазған және көптеген сериалдар мен фильмдерге түскен. Достар, сізге қай Али көбірек ұнайды? Қыналқар сериалындағы Али мұғалім бе, әлде жазықсыз жүрек телехикаясындағы Али ма? Комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық.